Жоқ, қалай дайынсыңдар ма? Біз бүгін Кәусарда бүгін бізде қыз-сыны мектеп аралық соған келдік. Ең бірінші келіп алдық, дайындалып алайық деп, сценаны почувствовать етіп алайық деп, да, Кәусар? Давай, мадияр ал, прогоним. Қалған биден көріп аласыз, конкурстан көріп аласыз. Дайынсың ба, Кәусар? Асландар, бір-екі мен çalan ба? Білмеймін, өздері айтады, қандай номер екенін айтады. Кәусарға сатып етпейді. Давай, жоғым. Үлгіршін қыздар, сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Қазақ қызы десе ашық, бірақ жүзінде ұяңдық бар. Әдепті, инабатты жан елестейді. Бүгінде сол әдепті де, әдемі, инабатты да мейірімді ару қыздарымыз сынға түскелі отыр. Олай болса, сіздерді бүгінгі байқау шарттарымен таныстырып өтейін. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған қыз-сыны байқауы мектебіміздің 1-ші сынып араларында өтпекші. Сайысымыздың 1-ші кезеңі «Мен қазақтың қызымын» деп аталады. Демек, ару қыздарымыз өздерін қара сөзбен, өлеңмен немесе әнмен таныстырады. Екінші, өнерлінің өрісі кең. Аруларымыз өз өнерлерін көрсетеді. Үшінші сайысымыз сұлулық сыры. Аруларымыз қолдан анасымен бірігіп жасаған киімдерінен сән үлгісін көрсетеді. Төртінші, білімді мыңды жығар. Сұрақ-жауап сайысы. Олай болса, аруларымызға сәттілік тілеймін. Қазақ қыздарына қайран қалам. Жанар жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Мың бұралған аруларды отырған Қайрат Кәусар Дәнел қызын ортаға шақырамыз. Ортаға салындар қыздар. Дұрай ма? Жақсы. Олай болса, бүгінгі сайысымызды бастамас бұрын әділ қазыларымызбен әділ бағасын беретін таныстырып алайық. Мөлдір апайымыз, Әсел апайым және Айжамал апайым. Бірінші асынып бастайды. Жоқ, ағаларды кешегі атын сатуға хақым жоқ. Қабырғасын хақымның қаусатуға хақым жоқ. Қазақ қызы жабылы серенат шағым жоқ. Әдебиетте айманмен шалған қыздан жүрекпін. Күйеуін қасатын апам қолын шекпен жүрекпін. Бүгін мақтал апамдай сарахына да күрекпін. Қазақ қызы сендерге ең тәттісін келбекпін. Намысым саңғырлаған сезімдей, Айша бейбі домалақ аналардың көзіндей, баян сұлу қыз жібек кезім өзіндей, намысымды ерлерім қорғас екен көзімдей. Әншігіммен әлиям жаудың бетін қайтарған, лезатыммен сәбирем күліммен жайқалған, Фаризаммен марфуғаммен елдің сөзін айталған, қазақ қызы ешкімнен кем түспейтін байқалма.
сыныпта оқимын, бірімді мида тоқимын, жарыстарда барамын, бас жүлде аламын, өнеріммен білмеймін топта әркез жарамын. Бірінші алтын ұстадым, мантия апа ұстазым, аяуыммен мектебім, шорты болсын қыз жазым. Молодец. Бірінші әсінімнен Болат Айсай. Сызға басып, қош келдіңіздер барша жандар сайысқа. Қатысамыз біз бүгін қыздар сайысына. Көрсетеміз біз қазір сал дәстүрін жалғасын. Өзім жайлы таныстырсам, Найман қызымын. Асқат қызы Айсара, оқимын бірінші әсімімда, аяулы дарақты да Марал апайымда. Үйретуге таймаған, әрқашанда мерекелі шәкірттермен тойлаған. Өнерімді көрсетем, аянбай, әділ қазы, әділ шешін аянбай. Аяла. Қызыма жалғарды батыр едім, жасынан мен өнерге жетіген. Ән салайын бей-бері мұңыр алып, Марьям қыз аяна атым менің. Сәлем берем, иелеп алдарында. Амандасу қазаққа салтым менің. Бірінші сыныбнан Оразымбетова Іңкәр. Ағатам албан ғой, қоңыр бөрік кешкілмін. Есім менің Іңкәр ғой, білім алып ес білдім. Білім беріп жастарға, жетелейтін асқарға. Ұстаздарға мың сәлем, бәрімізге бастарға. Жақсы болса білім, алда менің қызығым. Қыз сынына қатысқан, мен Елдостың қызымын. Бірінші сыныпта оқимын, білімді миға тоқимын. Анам мені Венера, айтқан жақсы қағида. Ой, бәрекелді. Бірінші сыныбнан Қалдарбек. Армысыздар, барымыздар. Иіліп сәлем берейін, жиылған жұрт ағайын, істен болсын мерейін. Мен арумын ақызы, жан нәзік. Өнер менен нәларын бөлейін. Орда жүрген қызымын мейірімді, ішіндегі алды деген елін. Мейірбек басы асынасың, мен боламын бұл жарты өнермен толғанатын. Анашым бар нұргүл деген сұлудың, күнде жайнап тұрғаным жылы жүзім. Жарайсың, ақынар. Бірінші сыныбнан Ғанибай Латифа. Әділбек қызы Латифа, болады менің есімім. Қатысып бүгін сайысқа, барлығында жеңемін. Мектеп қашқан өз атам, текті ұрпақтан тарағам. Анам ұстаз білімді, әкем мықты бас маман. Әлім деген рулардың сайысқа келіп қуадым, ақыл білім бойым. Бағаларыңызды қойып отырыңыздар. Келесі екінші сайысымызға қыздарымыз дайындала берсін, сахна артына барып, өнерлінің өрісі кең деп аталады. Әр кезеңде арулар өнерін көрсететін болады. Латифа, жоға. Өнерге дайындаламыз. Қызы ағасының жанды дауыста сүйірмелеуімен қамажай биін билейді. Келе ғой. Кәусардың өз қол өнерінен суреттері бар екен.
Қазылар арқасынан келіп көрсетіп жатыр. Бірге көрсететін болады. Бірінші А. Болат Айсара және бірінші Б-дағы Мәрлен Аян. Бірге билет жасап жатырмыз. Екеуі де бірге жасап. Так, асыл наз міне бірінші сыныпта.
Рахмет. Ой, жарайсыз Латипа. Қандай адам екендігін айыруға болады. Қазіргі талғамға, өзінің жас ерекшелігіне, эстетикалық талғамға сай, жарасымды киіммен, сыпайы да үлгілі қылығымен, мәдениеттілігімен ерекшеленген қыздарды көргенде көңілің толады. Жастықтың өзі жастығымен әдемі деген бар емес пе? Жас қыздардың өздері қырдың қызыл гүліндей әдемі ғой. Табиғат берген қыздар өздері үйде аналарымен бірге дайындаған киімдерін көрсететін болады. Аруын бастаймыз, шақырамыз ортаға. Қайрат, Каусар. Бірінші ән сыныбы. Бірінші сыныбы Мәрлен қызы Аяла. Бірінші сыныбы Оразымбет Каусар. Үшінші сыныбы Қалдарбек Асынай. Аймай Латипа. Бірінші сыныбы. Қыздарымыз не деген керемет көйлектер текпеген. Бірінен бірі өтеді. Олай болса, сіздер Әділқазылар алқасы жазып алсаңыздар, бағаларыңызды қойып алсаңыздар, бірден соңғы сайысымызға өтейік, е? Көйлегінің атын айта ғой. Мен күрегім аты Жаздыгүл. Мама, тәтеміз екеуміз фетрден жасадық. Менің бүгін киіп тұрған көйлегім сән үлгісі классика ыдыстардан жасалған. Оны анам мен әкем тігіп берді. Классика ыдыстары өте қолайлы. Менің көйлегім аты Көктем аруы. Менің көйлегімді анашым тігіп берді целлофаннан. Менің көйлегім аққу. Анам тігіп берді. Менің көйлегім гүлдей. Менің көйлегімді анашым тігіп берді пакеттен. Менің көйлегімді анашым пакеттен тігіп берді. Жарайсыңдар қыздар. Дегенше соңғы сайысымызға да келіп жеттік. Білімді мыңды шығар деп аталатын бұл кезеңде сұрақ жауап сайысы болады. Оқу ішіндегі сұрақты оқып, дайындалып тұрасыңдар. Алдымен сұрақты оқисыңдар, содан кейін кезек жауап бересіңдер. Ала қойыңдар. Бірінші әсініп ала қой. Бірінші аламыз. Дайындаламыз, ішімізден оқып тұрамыз. Аламыз. Бірінші Айсана ала қой. Латипа аламыз. Сұрағыңды оқы. Он үй жануарлардың ата-ана. Үй жануарлары. Жануарларын атайық. Мысық, ит, сиыр, тауық,
сиыр, ешкі, Тынышталамыз балалар. Жақсы, жарайсың. Келесі. әкенің әкесі саған не болады? Аха, кім болады? Әкесінің атасы болады, дұрыс айтады. Бейсенбі, Жұма. жұма, сенбі, жексенбі. Жарайсың, өте жақсы. Келесі. Қыс мезгілдерін айларын атта, желтоқсан, қаңтар, ақпан. Жарайсың. Айсана. Адамның есту мүшесі. Есту мүшесі біз немен естиміз? Құлақ. Дұрыс айтасың, аха. Келесі. Арыстан, алма, тараз сөзін буынға бөл. Әке. Арыстан, 3 буын. Алма, 2 буын. Тараз, ол да 2 буын. Жақсы, жарайсыздар. Қыздарымыз шетінен білімді екен, е? Рахмет. Біздің қыздардың сайысы кезеңі аяқталды. Қазір әділ-қазылар алқасы бағаларын шығарады. Оған дейін қыздарымыз әдеміленіп, суретке түсіп алсын. Балалар, сендер тынышталып отырыңдар. Бірер минуттан кейін Қайрат Каусар мен Болат Айсара келіп тағы бір сұрақтан жауап беріңіздер. Қайрат Каусар, Айсара мен Каусар. келе ғой, қайсысын бастайсыздар? Айсара, дайынсың ба? Оқушылар, қазір шығарып жібереміз. Айтпайсыздар, барлықтарыңыз үндемей отырасыздар. Түсінікті ме? Тыныш отырыңыздар. Анамның туысқандары. Жоқ, оқи ғой сұрағыңды. Нағашы саған туысқан болады. Қандай туысқан болады? Нағашы деген нағаш. Енді жоқ. Енді дұрыстап жауап бере ғой. Анамның туысқандары. Қандай мезгіл саған ұнайды? Қандай мезгіл ұнайды несімен? Қай мезгіл ұнайды? Маған жазбен ұнайды. Жазда күнген астармен ойнайсың, суда түсесің. Қыс ұнайды. Қар жауасың, жаңа жыл болады. Ақ қала істейсің. Молодец. Қармен атысасың. Рахмет қыздар, келе ойындар сахнаға. Сұрақты қалдырамыз да. Переживать отырсың. Қазылар алғасы. Тыңдаймыз, балалар, тыныш отырамыз. Мен құрметті ұстаздар, аналар, сұлу қыздар, сіздердің мына келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, білімдеріңіз жоғары болып, осындай өнерлеріңізді тамашалап жүре берейік.
ұстаздар өздеріңіздің еңбектеріңіз, жемістеріңіз жана берсін. Ақылды да білімді, инабатты, ибалы шәкірттеріңіз көп бола берсін. Енді мына бүгінгі өтіп жатқан көктем аруы 2024 бірінші сыныптар арасында бізге шыны керек өте қиын болды бағалау. Өйткені әрбір сұлу қыздардың өнерлері, мынау сән үлгісі өте керемет. Онымен ең алдымен, ең бастысы бұл ата-аналардың еңбегі деп ойлаймын. Ата-аналар көп-көп рахмет сіздерге. Осылай оқушыларыңызды, балаларыңызды, қыздарыңызды дайындап жоғары деңгейде сахнаға шығарып, бұл әрбір оқушыға өзі мынау сахна үстіне шығып тұрудың өзі бір мәртебе болып тұр. Барлықтарыңызды жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Енді мына әділқазылар алқасы отырып есептеп бір шешімге келдік. Жаңа өздеріңіз байқағандай бізде екі баламыз бірдей талас болып қалды, яғни бірдей балл болғандықтан біз әдейі екінші сұрақты алып қайтадан шешім шығардық, яғни жауаптарына қарай орындарын бөлдік. Ал енді диплом 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай бірінші сыныптар арасында ұйымдастырылған көктем аруы 2024 байқауында өнер көрсетіп, 3-ші орын алғаны үшін 1-ші Г сынып оқушысы Ғанибай Латифа марапатталды. Дәл осындай мәтінде 3-ші орын алған үшін 1-ші Г сынып оқушысы Қалдарбек Асылназ. Дәл осы мәтінде диплом 2-ші орын алғаны үшін 1-ші В сынып оқушысы Оразымбетова Ильфия марапатталды. Дәл осы мәтінде 2-ші орын алғаны үшін 1-ші Б сынып оқушысы Мәрлен қызы Аяна. Ал енді мына сахнада тұрған екі қызымыз қатты қолдау жақтырды. Қайсымыз 1-ші орын, қайсымыз бас жүлде. Диплом 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай 1-ші сыныптар арасында ұйымдастырылған көктем аруы 2024 байқауында өнер көрсетіп, 1-ші орын алғаны үшін 1-ші Ә сынып оқушысы Болат Айсара марапатталды. Қошемет балалар. Диплом бас жүлде алғаны үшін Қайрат Каусар 1-ші А сынып оқушысы. Молодец. Молодец. Жеңістеріңіз құтты болсын. Рахмет. Қыздар, сендер барлықтарың жеңімпазсыңдар. Мынанша оқушының арасынан ортаға суырылып шығып, өнерін көрсетіп, ол оңай жұмыс емес. Сондықтан барлықтарың жарайсыңдар, барлықтарың сұлусыңдар. Бүгін барлықтарың жеңімпазсыңдар. Айсараның кішкене реніші болмасын, сіздерде әлі бағаларды өздеріңізге қарап отырсыңыздар. Техник бағалары көрсіздер ғой, слайд болды, жаңағы сұрақ қабатты, сұрақ жауаптарынан болды, мүдірмей жауап бергеніне байланысты. Оның бәрін ескере отырып шығарды.
Kaysar çok baş yüzde oldu. Al kutu basma. Buna endi emotsan aytamaydı kesin. Өзіміз бұспай жеткен болсын. Ой, молодец, кел ағай. Сәді, молодец. Ал құты Қаш көрсеш, Қайрат Кәусар алға деген. Мынандай плакат болды ғой еще. Ой, молодец. Кәдімгі жарыс болашақта қыздар алай қойды. Рахмет. О мен ана класста түскен сурет бар. Мынау енді Кәусар бүгін бас жүлде алды. Молодец. Өзіміз переживать еттік қой тура Кәусар. Неделю, да, говоришь, и теперь большой подарок. Да. А подарок мы тебе купили уже в машине, қазір бұйыртса шыққанда береміз. Ярайды ма? Жүр. Ана ойлағанбыз ғой сен қалай қатысады, нешінші орын алады, содан кейін бірақ айтайық подарок үшін деп. Кәусар енді бүгін бізде официально мына мектептің бірінші сыныптарының королевасы болды. Енді біз вообще мақтаны білмейміз. Классның королевасы еще бірінші сыныптар арасы. Ал енді саған біз дайындаған подарок. Ойлаш, Дубайға барды ғой. Теперь вся страна там у тебя будет под ногами. Это ты будет, да, будущий королева мира. Ойлаш, здесь будет мировая монополия. Вот соның бәрін сен логикаңды арттырасың да, еще королева боласың мира. Өзіміз переживать еттік қой мамасы. Қалай? Айтшы, реакцияңды айтшы бір өзің бір ощущениеңді. Мадияр. Мадияр біздің маэстро. Енді Мадияр болмаса, конечно, вообще мақтанамаймыз біз, аха. Анақта конкуренттерім тұр, сол алып кетеді, мен боласың. Иә, ана интрига болып кетті ғой. Ана екі қыз жаңағы бірінші А классының қызы мен бірінші А классының қызы там қайсысын аларын білмей қалды ғой. Да? Кәусар, сен өзің не ойладың сонда, айтшы? Я вот когда Айсара екеуміз қалғанда, я вот переживала очень. Потом там 3 раз сказали бірінші орын. А вот Айсараев. Я понял, что это я получила привет. Молодец. Мына біздің заттар кетті.